Армысыздар ағайын, құрметті ұстаздар мен оқушылар. Наурыз мерекесіне арналған Наурыз көже қалай дайындалады атты ашық тәрбие сағатымызға қош келдіңіздер. Бәріміздің асқа күткен Наурыз тойымызға келіп жетті. Наурыз жаңа күн деген мағынаны білдіреді. Бұл күн біздің ата-бабамыздың, арғы тегіміздің мыңдаған жылдардан бері тойлап келе жатқан жыл басы мерекесі. Тойларыңыз құтты болсын. Ал балалар, мен сендерге қазір қазақ халқының қонақжайлығы туралы айтқым келіп тұр. Бұл қонақжайлық қазақ халқының ерекше қасиеттерінің бірі. Жалпы олар келген қонақтарды қуана қарсы алып, көңіліне шығуға тырысқан. Сосын кең жайылған ақ дастарханның басына шақырған. Жалпы Наурыз мейрамында дастарханға ақ өнімдерді қоятын болған. Айран, қымыз, шұбат, қымыран секілді және де сүт қатылған шайды осы ақ дастархан басында ұсынылған. Қазақ халқының кез келген тойларында, мейрамдарында ақ тілек батасыз өтпейді. Наурыз мейрамында наурыз батасы орны ерекше болады. Бұл күні жасы кішілер үлкен кісілерге сәлем бере отырып, ақсақалдардың батасын алады. Олай болса, біз қазір бата тыңдайық, баталайық. Олсын он болсын, ақ мол болсын. Қайда барса да жол болсын. Уыз бақты болсын. Төрт түлік ақты болсын. Әумин. Балалар, Наурыз көже ұлттық тағам. Бізде жыл сайын молшылық, тоқшылық, көпшілік болсын деп, әрбір қазақ отбасында Наурыз көже құйылады. Наурыз көжені қазақ халқы арасында тілеу көже, көп көже деп те атайды. Наурызымыз құтты болсын. Мен сендерге Наурыз көженің жасалу жолын айтып берейін. Біріншіден, отқа қазан қоямыз. Қазанға қыстан шыққан сүр етті саламыз, су құямыз, тұз саламыз, етті пісіреміз. Одан кейін бидай саламыз, тары, сүт немесе айран, құрт саламыз. Бәрін бірге қайнатамыз, пісіреміз. Міне Наурыз көжеміз дайын болды. Ауыз тиіңіздер.